өте қатты депрессияға түстім, айтайын ба. Себебі мен қайтадан ажырасып жатыр деген сөзден өте қатты қорықтым. Шын айтам, мен ең үлкен страхым ажырасу болатын. И мен ажырасу деген, мен мейлі ол мені ұрысып тастаса да, өлтіріп тастаса да, мен бәріне шыдаймын деген сияқты мен ойлайтынмын ше. И мен сол нәрседен қатты қорқатынмын. Қорыққан нәрсең өзің алдыңа келеді екен действительно. Тем более мен жаңағы Қосылайықта елдің алдында күйеуге шыққаннан кейін ше мен қатты қорықтым. Шын айтайын, әке шешемді тағы да ұятқа қалдырып жатырмын, ел не дейді деген сияқты до конца мал болып, бүкіл жаңағы унижация ететін способтың біреуін жібермей, мен до конца унижация еткен адам. Шын айтам, мен қазір соны мойындап айтам ғой. На тот момент мен қатты жаңағы не істегем, депрессияға кіргем. Прям бір унижениенің бәрін жасағам мен. Прям до того, ол кінәлі болып тұрса да мен деген, прям аяғынан бір унижениенің бәрін жасағам мен. Прям до того, ол кінәлі болып тұрса да мен деген, прям аяғына жығылып тұрып кешірім сұрап барып, мамамдан кешірім сұрады десе барып, мамасынан кешірім сұрап, сондай мал болғам. Қазір күлкім келеді. Хорошо, что я вовремя очухалась. И солай, да, короче. Так что, қыздар, ондай ошибка жібермеңіздер. Никогда лучше өзімізбен өзіміз арпалысып жүргеніміз артық екен. Фигурамды ана шетін жасауым керек еді, ана шетін қандай, ана жаққа барам, қыздармен мына жаққа барам деген сияқты. Свободно, ешкімді жақсы көрмей өмір сүрсең, өмірің күшті болады. Біреуді жақсы көреміз ба, біз қыздар бітті. Біз мал болып қаламыз, до конца соған беріліп, оның барлық айтқан нәрсе деп бір сүмелек болып қаламыз. Мен өзім жондаймын. Сол үшін ешкімді жақсы көрмей, лучше сені жақсы көрсін. Сен қанша жерден мінезің ит болса да, сол сені жақсы көрген үшін сенің ит мінезіңді шыдаған дұрыс екен. Мен всегда бір правильно болуға тырысатынмын. Барлық нәрсені идеально көрсетіп, күшті болуға тырысатынмын. И қазір күлкім келеді өзім сондай бір ақымақ болғаныма ше. Лучше қыздар өзіміз жаңағы бетім менің сол кездері ажырасқан кезде бетім деген страшный болып кетті. Прям білмеймін, бір өзіме қарамай, бір страшный, только сонымен ғана страдать етіп, бір сондай бір состояние болып кетті ше. Қазір қайта өзімнің бетімді қалыпқа келтірдім. Кәдімгідей разница байқайсыздар ғой бұрынғы назым мен қазіргі назымның.